Армысыздар, жанкүйер қауым. Оңтүстік арнасында отандық футболдың тыныс тіршілігіне арналған ұлт футболы бағдарламасы. Бағдарлама барысында сіздермен ішкі чемпионат, клубтарымыздың Еурододалардағы матчтар туралы және өзге де қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сонымен бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ұлттық құрама ойыншылары туралы. Александр Меркель өзіне жаңа клуб тапса, Самат Смақов неліктен Ақтөбе сапынан кетуді қалайды? Премьер-лиганың алғашқы айналымы өз мәресіне жетті. Алғашқы алтылықты қай команда түйіндеді? Астана келесі кезең мәселесін Глазгоға қалдырды. Осы және басқа да ақпараттарды алдағы 25 минут көлемінде сіздерге жеткізетін боламыз. Арада аптада зулап өте шықты. Осы уақыт ішінде қандай жаңалықтар орын алды? Ойындарға шолу жасамас бұрын қазақ футболына қатысты жаңа ақпараттарға құлақ түрейік. Қазақстан ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Александр Меркель өзіне жаңа клуб тапты. Италияның Б сериясында өнер көрсететін Пиза ойыншының барлық құқығын Удинезеден сатып алып өз қатарларына қосты. Алайда ойыншының трансферлік ауысымы кезінде қаншаға бағаланғандығы жарияланбады. Демек клубқа қандай суммада келгендігі белгілі емес. Пиза өткен маусымда Б сериясына жолдама алған болатын. Ұжымның жаттықтырушы осы жылдың басында Қазақстан ұлттық құрамасына үміткерлердің тізімінде болған Дженнаро Гаттузо. Кезінде жасындай жарқылдаған Гаттузо осылайша бапкерлік қызметінде де сәтті жұмыс атқаруда. 24 жастағы Меркель үшін Пиза кәсіби мансабындағы 6-шы клубы. Осыған дейін неміс футболының түлегі италиялық Милан, Дженова, Удинезе, англиялық Уотфорд және швейцариялық Грасshopперстің намысын қорғаған еді. Бірақ өткен маусымда жарақатына байланысты бір мәрте ғана алаңға шықты. Сондай-ақ Еуро 2016 іріктеу турнирі аясында Александр Қазақстан құрамасы сапындағы алғашқы матчында өткізіп үлгерген. Ұлттық құрамамыздың капитаны Самат Смақов Ақтөбе сапынан кетуі мүмкін. Осыдан бірнеше уақыт бұрын әлеуметтік желілер арқылы ардагер ойыншының батыстық командамен қош айтысатындығы жарша жазылған болатын. Әзірше не себепті екендігі белгісіз, бірақ соңғы турда Саматтың құрамға ілікпеуі басты фактор болған секілді. Бірінші айналымның соңғы кезеңінде Ақтөбе өз алаңында ордабасымен күш сынасты. Самат жарақатынан айыққан соң бұл матчқа тыңғылықты дайындалған көрінеді, бірақ оны құрамға алмады. Осыдан соң Смақов өзінің Twitter әлеуметтік желісіндегі парақшасында мынадай пост жариялаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, Самат Смақов Ақтөбеге осы маусымның басында келген еді. 37 жастағы футболшы өзінің кәсіби мансабын дәл осы ұжымның сапында аяқтағысы келетіндігінде бірнеше рет айтқан. Енді кезекте алматылық Қайраттың Еуропа лигасы аясындағы екінші кезеңді қалай өткергендігіне тоқталайық. Айта кеткеніміз жөн, Қайрат аталған турнирдегі үкілеген үмітіміз болатын. Алайда Израильдің Маккабиіне қарсы қарымта кездесуде сәл ғана сәттілік жетіспеді. Алматыда өткен тең ойыннан соң Кахабер Цхададзе шәкірттері үшін қонақта тек 2-2 нәтижесі ғана қанағаттандыратын еді. Бірақ бұл есеп тіркелмеді. Кездесу тағдыры қалай болды? Келесі сюжетімізде. Іске дереу кіріскен Шота Арвеладзе шәкірттері небәрі 5-ші минуттағы есеп ашты. Харис Медуняниннің сол қанат қасырған тамаша пасынан соң Талбен Хаим дәл осы тұстан Станислав Лунинді қапы қалдырып кетті. Қорғанысты бұзып жарып айвалана енген Бен Хаим алыс бұрышты тура көздеді. Оныншы минутта Бен Хаим қонақтардың қақпасын кезекті рет нысана қалды. Тағы да өз қапталында ойқастаған ол Владимир Плотниковты ойынға араласуға мәжбүр етті. Жойқын соққыға бұл жолы қақпашы тосқауыл қоя білді. 36-шы минутта Андрей Аршавин жеке дара алаңгерлерінің бүкіл қорғанысын бұзып жарып, қақпалдында соққы жасады. Бұрылып барып тепкен добы тура қақпашыға бағытталып кері серпілді. Алғаш тайм аяқталар сәтте Бен Хаим Қайрат қорғанысының қателігін өз пайдасына жазып кете жаздады. Анатолий Тимашук жіберіп қойған болатын. Осыдан соң израильдік ойыншының жұмсаған соққысынан Ғафуржан Сүйінбаев кедері келтірді. Артынша Маккаби пайдасына бұрыштама соққысы белгіленді. Топ әуелеген сәтте басын тосқан Носа Игебордың соққысы қақпаның бағанасынан қайтты. 57-ші минутта допқа иелік еткен Дор Миха қорғаныстың ашық қалғандығын байқап, жақын бұрышқа спорттық снарядты шырайын алдыра бағыттады. Алайда сәл ғана сәттілік жетіспегендей. Көп ұзамай стадионға жиналған жанкүйерлер кезекті голға куә болды. Бұл жолы Қайрат тарапынан. Исаэльдің бұрыштамадан көтерген добын тосып, дер кезінде басымен сәтті ойнаған Жерар Гоу мына соққысы арқылы алматылықтарға үміт сыйлады. Ал 82-ші минутта Орландо Са Плотникпен бетпе-бет шығып, айласын асыра алмады. Аяғын сәтсіз қойған португалиялықтың соққысы әлсіз шықты. Арада 4 минут уақыт өткенде Маккаби есепте қайталға шықты. Қорғаныстан кері серпілген допты жерге түсірместен қайта бағыттаған Галь Альберман осылайша таблода көрсеткішке өзгеріс енгізді. הכי משמעותי של מכבי תל אביב
Ойынның негізгі уақыты тәмамдалып, қосымшасы басталып алған тұста Аршавин айбалаңына керемет топ асырған еді. Ғафуржанның баспен бағыттаған соққысы тым биіктеу кетті. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Қайратқа сәл ғана сәттілік жетіспеді. Мұндағы ойынның тағдырын бір ғана гол шешіп кетті. Алматылықтар тағы бір гол соғып есепті 2-2-ге жеткізгенде келесі кезең жолдамасы қоржында болар еді. Бірақ Маккаби азулы қарсылас екендігін дәлелдей білді. Ал Қайрат келесі жылға дейін Еурокубок бәсекелерімен қош айтыспақ. Сонымен Еуропа лигасында бақ сынаған 3-1 клубымызда өз жорықтарын тәмамдады. Өкінішке орай биылғы маусым біз үшін тек сәтсіз аяқталды. Ордабасы және Ақтөбе бірінші раундтан аса алмаса азулы қарсыласқа тап болған Қайрат екінші раундтан сүрінді. Енді клубтарымыздың нәтижелерін қорытындылай берсек те болады. Ақтөбе бір мәрте тең ойнап, қонақта жеңіліс тапты. Ордабасында көрсеткіші дәл осындай. Сондықтан 0,15 ұпай еншілеген қос ұжым ел қоржынына небәрі жалғыз ғана ұпай сыйлады. Ал албаниялық Теутаны 2 ойында да ұтқан Қайрат Маккабиге қарсы алғашқы матчты тең есеппен аяқтап, қонақта жеңіліс тапты. Нәтижесінде 2,5 ұпай қоржында. Яғни биылғы маусымда 3 клубымыз бірігіп бар жоғы 3 ұпайды еліміздің пайдасына жазды. «24 шілде күні Премьер-лига ойындарының 22-ші туры өз мәресіне жетті. Мұнда қос алтылық анықталды. Ақтөбе, Атырау және Тобыл арасындағы бәсекеде кімнің жолы болғандығын алда айта кетеміз. Ал қазірше ойындарға шолу жасайық. Бұл турдағы алғашқы кездесу сенбі күні жоспарланған болатын. Бірақ Астана мен Шахтер текетіресі қос жақтың келісімімен 22 шілдеден 7 тамызға шегерілді. Елордалық ұжымның Чемпиондар лигасында бақ сынауы осыған себепкер атанды. Осылайша қос клубтың еншісінде өзара бір кездесу бар. Енді кезек турдың орталық ойында. Оқжетпестің 3-ші орынға көтерілуге тамаша мүмкіндігі болған еді. Бірақ көшбасшы ойыншылары Серж Нгамбе мен қақпашы Саша Стаменкович ойынға қатыспағандықтан бұл мақсаттары жүзеге аспады. Ертістің жауапсыз қос тобы командаларды өз орындарында қалдырды. Владимир Муханов шәкірттері өткен турларды тек жеңіспен аяқтап, жеңіліссіз серияны бастан кешіріп жатқан еді. Алайда бұл кезеңде керекуліктерді өз алаңдарында қабылдаған олар еш қауқар таныта алмады. Қақпаларына қос бірдей жауапсыз доп енгізіп, турнирлік кестедегі басты бәсекелестеріне жол беріп қойды. Ойынның басында қауіпті сәттердің бірінде Жасұлан Молдақараев айбалаңына еніп қақпаны қиыс көздеді. Қысымды үдете түскен павлодарлықтар шабуылға көшті. Шота Григалашвилидің нәтижелі өнер көрсетуінен соң Карлуш Фонсека допқа иелік етіп, қақпалдында соққы жұмсады. Бірақ қорғаушылар өз орнында. Артынша Әлібек Бөлешев серпілген топтан кейін мынадай бір қауіпті соққы жасады. 27-ші минутта есеп ашылды. Бұл жерде де қонақтар тарапынан қысымға ұшыраған Александр Чижов қорғаныста қателікке бой алдырды. Мұны ұтымды пайдаланған Фонсека шабуылға көшкен Роман Мұртазаевқа допты қалдырды. Шабуылшы өз міндетін мүлткісіз атқарды. Осыдан соң алаң иелері сол қанат арқылы алға ұмтылды. Виталий Волковтың айбалаңына асырған добына басымен үн қатқан Жасұлан Молдақараев нысанадан мүлт кетті. Марат Хайруллиннің де айып соққысынан бағыттаған добы Давид Лорияның уысынан табылды. Ал Антон Чичулиннің мына бір керемет пасына үн қатқан Әлібек Бөлешевтің соққысы қиыстау шықты. Артынша Әлібек Лорияны кезекті рет сынға алды. Қақпа маңдайшасының астына көзделген жойқын соққыны кейпері шеберлікпен қайтарды. Егерде Бөлешев мүмкіндіктердің барлығын сәтті пайдаланғанда тіпті хет-трик жасауға да болатын еді. Жозеф Нейннің тамаша пасынан соң Әлібек топты дәл қақпашыға бағыттады. Қақпаның кілтін таппаған Оқжетпес капитаны айып соққысынан да бағын сынап көрді. Бұл жерде де Лория соққының жолына тосқауыл қоя білді. Сен соқпасаң саған соғады. Көп ұзамай Ертіс есеп айырмасын ұлғайта түсті. Қазбек Кетериев алаңның орта тұсынан сәл асқанда кейпердің өз елігінен біршама алыстап кеткендігін байқап, қақпаның нысана қалды. Шырайнала бағыт алған доп қиыс кетпеді. Жетпіс жетінші минутта Фонсеканы өз айбалаңында жыққаны үшін Даниил Чертов сары қағаз алып қақпасына да 11 метрлік айып соққысын белгілетті. Нүктеге жақындаған Роман Мұртазаевтың соққысына қақпашы жауап таба білді. Осыдан соң Марат Хайруллин қарымта шабуыл кезінде алдыңғы шептегі Бөлешевке доп асырды. Спорттық зарядты кеудесіне қондырған Әлібек қақпашымен жеке дара шыққан сәтте тағы да жолы болмады. Қарымта шабуылдың кезегі Ертісте. Фонсека еш қиындықсыз қорғаушыларды қапы қалдырып, қақпалдында доп сұраған Джиби Фальге үн қатты. Ал сенегалдық шабуылшы бос тұрған қақпаны көздей алмады.
89 минутта кезекті сары қағазына ие болған Әлібек Бөлешев алаңды босатты. Ойынға тыңнан қосылған Виталий Лидің де мүмкіндігі болды. Қорғаушыны алдауын алдап, жартылай ашық тұрған қақпаға допты тоғыта алмады. Осылайша матчта 2-0 есебімен өз мәресіне жетті. Қос тарап турнирлік кестедегі орындарын өзара айқындап алған секілді. Ал Қайрат өз алаңында Таразды әрең жеңді. Тез арада Тараз басын теңестірген қонақтардың бұл әрекетіне алаң иелері біршама уақыт жауап таба алмады. Тек Андрей Аршавиннің шедевр голы алматылықтарға үміт сыйлап, тез арада есін жинауға септігін тигізді. Айта кеткен жөн, ресейлік ардагер ойыншының бұл голы әлеуметтік желі арқылы бүкіл әлемге кең таралып, сол күннің футбол төңірегіндегі ең маңызды жаңалығына айналған болатын. Алматыдағы матч тараздықтардың мынадай қауіп соққысымен бастау алды. Артынша Исаэльдің пасынан соң айбалана енген Андрей Аршавинге доп жетпестен бұрын қорғаушылар тарапынан ойын тәртібі бұзылып, 11 метрлік айып соққысы белгіленді. Нүктеге жақындаған Бауыржан Исламханның соққысын Александр Григоренко қайтарған болатын, ал серпілген допты капитан кезекті рет бағыттағанда қақпашы жауап таба алмады. Осыдан соң қонақтар тарапынан Давронжан Иргашев қақпаның жақын бұрышын көздеген еді. Владимир Плотников дереу қайтара білді. 19 минутта Тараз басы теңесіп кетті. Бұрыштамадан көтерілген допқа басын тосқан Дәуренбек Тәжімбетов командасына үміт сыйлады. Ілешала Малик Мане орындаған айып соққысынан соң спорттық снаряд Плотниковтың уысынан шығып кеткен болатын. Ұрымтал сәттен соққы жасайтын ешкім табылмады. Командалар үзіліске аттанар сәтте жанкүйерлер Аршавиннің кезекті шедевріне куә болды. Қарымта шабуыл кезінде Анатолий Тимошуктен пас қабылдаған Андрей қос бірдей қорғаушылардың арасынан допты асыра салған еді. Қақпашыға бұл жерде еш мүмкіндік қалмады. Екінші таймның басында Аршавин айып алаңында допты тоқтатпастан қақпаға жұмсаған сәтте қорғаушылар оның дубль автор атануына кедергі келтірді. Ғафуржан Сүйінбайтында гол соғатын мүмкіндігі болды, бірақ мұндағы тосқауыл мығымырақ. Аршавиннің мына пасына Гаэль Тавамба нүкте қоя алмады. Бауыржан Исламханда бірнеше қорғаушыларды қапы қалдырып, айып алаңның ішінен соққы жұмсады. Алайда Григоренко кезекті рет командасын аман сақтап қалды. Ойын аяқталар сәтте алаңға жаңа шыққан Жерар Гоу чемпионаттағы өзінің 15-ші голын соғып, Тимошук тарапынан келген пасты нәтижелі аяқтады. Соңғы 40-тың да үні естілді. Орталық стадиондағы матч 3-1 есебімен алаң иелерінің пайдасына аяқталды. Енді атбасын Оралдағы матчқа бұрамыз. Мұнда Ақжайық өз алаңда Тобылды қабылдады. Бірінші таймда қостанайлықтарға қарсы төрешілер тарапынан түсініксіз шешімдер қабылданғанымен, ойынның екінші бөлігінде Тобыл өзінің мықтылығын дәлелдей білді. Алаң иелерінің қақпасына 5-1 жауапсыз гол соқса да, Омари Тетрадзе шәкірттері алғашқы 6-лық бәсекесінен шет қалды. Қостанайлықтар қонақтағы ойында барын салды. Алғаш 6-лыққа ену үшін оларға 3 ұпай ауадай қажет. Сондай-ақ бұл мәселедегі басты қарсыластары саналатын Атырау мен Ақтөбенің де нәтижелерін күту маңызды. Себебі бұл көрсеткіштер осы факторға әсер етпек. Алайда Тобыл есеппен жеңіске жеткенімен алғаш 6-лықтағы бәсекеден құр қалды. Алғашқы қауіпті сәт оң қанат арқылы өрбіді. Эдуард Сергеенконың айып алаңына жеткізген добын қонақтардың қорғанысы кері қайтарды. Артынша бұрыштамадан доп көтерілген сәтте қақпашы керемет ойнап, спорттық снарядты кері қайтарды. Бұл жерде Предрак Гавидарица екінші соққын жасаған болатын. Александр Петухов шеберлік танытты. Кезекті шабуыл кезінде қақпалдына қарай доба бөледі. Басын тосқан Мирослав Личичтің соққысы нысанадан биіктеу шықты. Осыдан соң қос ұжым өз бақтарын айып соққысынан сынап көрді. Алдымен Личич орындап сәтсіз аяқталды. Ал Томас Шимковичтің асырған добын Сергей Хижниченко нәтижелі аяқтағанымен гол есепке алынбады. Қарымта шабуыл кезінде Личич қақпаға қарай жойқын соққы жұмсап биіктеу көздеді. Бұрыштама добынан да Мирославтың жолы болмады. Бұл жолы да соққының траекториясы биіктеу. Көп ұзамай есепте ашылды. Әріптесінің аяғынан допты жұлып алған Душан Савич жеке шеберлігі арқасында командасын таблода көрсеткіште алға шығарды. Арада аз ғана уақыт өткенде Савич дубль автор атанды. Виктор Дмитренконың пасынан соң Душанға қақпаны көздеу еш қиынға соқпады. Кезекті шабуыл алаң иелері тарапынан орын алды. Эдуард Сергеенконың соққысын жойқын шыққанымен қақпадан биіктеу кетті. 75-ші минутта Томас Шимковичтің соққысын қорғаушылар қайтарғанымен кері серпілген допта Артура Шулпа қақпаға тоғытты. Осыдан соң Фредди Каранель алыс қашықтықтан пас аралас соққы жасады. Сәттілік жетіспеді, әйтпегенде тамаша голға айналатыны анық еді. 84-ші минутта Тобыл капитаны Нұрбол Жұмасқалиев өз стилінде керемет гол соғып, есепті 4-0-ге жеткізді. Арада 5 минут уақыт өткенде кездесудің нүктесі қойылды. Бұл жерде де Шимкович сол қанат арқылы дриблинг жасап қақпалдындағы Хижниченкоға пас шығарды. Сергей бір ғана жанасумен қақпаның кілтін таба білді.
Оралдағы кездесу осылайша 5-0 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Тобыл есепке қол жеткізгенімен алғашқы алтылыққа ілінбеді. Бұл жайында алда айтатын боламыз. Көпшілік жанкүйерлер Ақтөбе және Ордабасы арасындағы матчта тең нәтиже тіркеледі деп күткен болатын. Және бұл болжамдары айдан анық шықты. Бір айта кетерлігі, шымкенттіктер матч бойы бірде-бір қауіпті соққы жасамаған. Осыдан соң Бақтияр Байсейітов Ордабасы жанкүйерлеріне енді не деп жауап береді деген сауал туындайды. Осыған дейінгі жиналыста ол командасына қайтсе де 3-ші орын алып берем деген еді. Әліптің артын бағамыз. Ал батыстық ұжымның осы маусымдағы жағдайы белгілі, бірақ қашан қалыпқа келер әлі беймәлім. Ақтөбе салған жерден шабуылға кірісті. Алдымен Ластина Дауының соққысын сәтті қайтарған Алмат Бекбаев Алексей Щеткиннің де есеп ашуына жол бермеді. Кирилл Шестаковтың да жойқын соққысын Ордабасы қақпашысы қайтара білді. Ал шымкенттіктер қарымта шабуыл кезінде сәтті ойнағанмен нәтижелі аяқтай алмады. Гогита Гогуа берген тамаша пастан соң Александр Симсевич асығыстық танытты. Осыдан соң алаңгерлер комбинациялық ойын өрнегін көрсетіп кезекті шабуылдарына көшті. Соңғы болып топқа жанасқан Вук Митошевичке соққы бағыттауда сәл ғана сәттілік жетіспеді. Айтарлықтай қауіпті шабуылдар ұйымдастырылмаған бұл матч осылайша 0-ге есеппен тең аяқталды. Ақтөбе тең нәтижеге қол жеткізіп, ақыры алғашқы алтылық бәсекесінде мерей үстем болды. Турдың соңғы кездесуіне де келіп жеттік. Мұнда Атырау мен Жетісу 3 ұпайға талас жүргізді. Мұнайшылардың шабуыл шебі әзірге ойдағыдай өнер көрсетпеуде. Алайда талдықорғандықтарды өз алаңдарында жеңе білді. Біршама уақытқа дейін қысым көрсеткен алаң иелері матчтың соңында ғана есеп ашып, жеңісті жұлып алды. Атырауда Тобыл секілді алғашқы алтылықтан қол үзді. Енді тек Омари Тетразе шәкірттерімен 7-ші орын үшін талас жүргізбек. Атырау өз жерінде қай командаға да оңай шағала жаңақ емес екендіктерін дәлелдеп жүрген ұжым. Бұл турда талдықорғандықтарды қабылдаған мұнайшылар тек соңғы минуттарда ғана есеп ашып 3 ұпайға қол жеткізді. Қонақтар матч бастала салысымен алға ұмтылды. Марко Симоновский сол қанат арқылы айбалаңына допты қолмен қойып бергенде көтерген еді. Алайда Жетісудің қос бірдей ойыншысы бұл пасты түйіндей алмады. Іле-шала кезекті шабуылдың шебі көрінді. Диде Кадионың асырған добына басын тосқан Деян Жерманович қақпаны қиыс көздеді. Атырау қарымта шабуылға көшкен тұста Александр Макасич допты қорғаушылардан жұлып алып, дәл киперді көздеді. Артынша Владислав Кузьмин оң қаптал арқылы спорттық снарядты айбалаңына асырды. Осы тұстан соққы жұмсаған Владимир Ажановтың есеп ашуына кипер кедергі болды. Кузьмин кезекті рет өзінің үйренішті қапталы арқылы бір ойыншыны қапы қалдырып, қақпалдына қарай пас шығарды. Бірақ бұл жерде қорғаушылардың мерейі үстем болды. Осыдан соң алаң иелері сапынан Алтынбек Сапаров айып соққысын орындап, дәл маңдайшаны көздеді. Қонақтар қақпасына абырой болғанда гол соғылмады. Мұнайшылар қысымды арттыра түсті. Серпілген допқа бірінші жеткен Макас қақпалына қарай пас шығарды. Ажанов мұндай мүмкіндікті күтпесе керек, аяғын мезгілінен кеш сермеді. Сәт сайын Жетісу қақпасын мазалаумен болған Александр Макас бұл жолы алыстан соққы жұмсап көруді мақсат тұтты. Бірақ тағы да әлсіз шығып топ қақпашының қолынан табылды. Ұрымтал сәтті Павел Шабалин де бастан өткерді. Оның соққысы айдалаға кетті. Стадионға жиналған жанкүйерлер Шабалин тарапынан қос бірдей соққының да куәсі болды. Алайда 2 мәрте берілген мүмкіндікті Павел өз пайдасына жарата алмады. Артынша Максим Федин айбалана ене берсен жойқын соққы бағыттаған болатын. Топ жолай қорғаушыларға тиіп бұрыштамаға кетті. Ал бұрыштамадан көтерілген допқа бірінші жеткен Абдел Ламанжға сәл ғана сәттілік жетіспеді. 79-ші минутта көптен күткен гол да соғылды. Шабуыл барысында Вячеслав Шарпардың соққысына Андрей Шабанов тосқауыл қоя білгенімен Пшемислав Тритконың добына жауап таба алмады. Ойынның соңына таман Тоқтар Жаңғылышбай қорғанысты бұзып жарып қақпалдындағы әріптесіне үн қатқан еді. Бірақ Атырау қорғаушылар дер кезінде орындарына қайтып үлгерді. Матчқа қосылған қосымша уақытта доп ауыттан ойынға қосылды. Қақпалдындағы жанталас сәтте Алексей Мулдаров соққы бағыттағанмен нәтижесі аяқталды.
Атыраудағы матч осылайша минималды есеппен алаң иелерінің пайдасына аяқталды. Жеңіске өпірімдеп жүріп жеткен мұнайшылардың еншісінде кезекті 3 ұпай. Енді турнирлік кестеге назар аударайық. Көштің тізгіні әлі де Астананың еншісінде. Өкшелеп келе жатқан Қайратты әзірше 46 ұпай. Үздік үштікті 41 ұпаймен Ертіс тәмамдап тұрса, Көкшетаулықтарда 37 ұпай бар. Ал Ордабасы 33 ұпаймен 5-ші орында болса, алтылыққа Ақтөбе жолдама алды. Екінші бөлікті Атырау бастап тұр. Еншілерінде 28 ұпай. Одан кейінгі дәл осындай көрсеткішпен Тобыл орналасса, Жетісуда 23 ұпай. 10-шы орында келе жатқан Таразда 19 ұпай. Ал бір ойынға кем қарағандылықтар 18 ұпай алып үлгерген. Турнирлік кестені 11 ұпай бар Ақжайық қорытындылап тұр. 22 турдан соң сүрмергендер тізімі мынадай. Өткен жылдың басты қаһарманы саналған иварлық Жераргоу биылғы маусымда да алдына жан салмай келеді. Оның еншісінде 15 гол бар. Екінші сатта Ертіске ауысып бағы жанған Роман Мұртазаев 12 голмен тұрса, дәл осындай голдық көрсеткішпен Тобылдық ұжымның шабуылшысы Душан Савич орналасқан. Ал алматылық Қайраттың жас капитаны Бауыржан Исламхан олардан бір ғана гол кем болса, аз ғана уақыттың ішінде бестікке ілініп үлгерген Азат Нұрғалиевтің еншісінде 10 гол бар. Айта кетейік, Азат Астанаға ауысқалы бері ел чемпионатында 4 ойын өткізіп 4 гол соққан. Енді Ақтөбенің алғашқы алтылық бәсекесінде қалай үстем болғандығына назар аударайық. Бұл жолдамаға Атырау мен Тобылда таласқан еді. Аталған үш ұжымның бірінші айналымнан соң жинаған ұпай көрсеткіштері бірдей, 28. Сондықтан олардың өзара кездесулеріне үңіліп, кімнің көп ұпай жинағандығы арқылы жеңімпаз анықталды. Осылайша 4 ойында 7 ұпай еншілеген Ақтөбе алғашқы алтылықты түйіндеді. Ал Атырауда тиісінше 5 ұпай болса, өз кезегінде Тобыл 4 ұпаймен 3-ші орында қалды. Міне, аққызылдардың осылайша бағы жанып чемпиондық атаққа таласу мүмкіндігіне ие болды. Кеше УЕФА Чемпиондар Лигасының 3-ші раунды аясында Астана шотландиялық Селтикпен алғашқы кездесуін өткізді. Келттер қазақстандық жанкүйерлерге жақсы таныс екендігі мәлім. 2013 жылы Астана аренада қарағандылық Шахтерден опық жеген болатын. Ал кешегі ойында қалай болды? Соған назар аударайық. Астана үшін матч оңайға соқпады. Шотландиялықтардың жинаған мол тәжірибесі аталған кездесуде үлкен рөл атқарды десек те болады. Дегенмен елордалықтар да қарап қалмады. Қауіпті шабуылды да бірінші болып ұйымдастырған алаң иелері. Патрик Твумаси өз қапталы арқылы керемет жылдамдықпен қорғаушыдан сытылып шығып, айбалана пас шығарған сәтте Junior Кабананга аяғын тосып үлгермеді. Нәтижесінде бұрыштама соққысы белгіленді. Твумасидің осы нүктеден көтерген добына бірінші болып секірген Юрий Лагвиненко алаң иелерін есепте алға шығарды. Осылайша Крейг Гордоннан айласын асырып кеткен Лагвиненко Кабананганың қателігін жуып шайды. Ал 30-ші минутта Азат Нұрғалиевтің есеп айырмасын ұлғайта түсуге керемет мүмкіндігі болды. Әуелеген допты қақпаға қарай қайта асырған болатын. Бірақ Гордон соңғы сәтте ғана шеберлік таныта білді. Одан соң Астана форварды кезекті шабуыл кезінде қақпа алдына пас шығарды. Қақпашы қайтарған доптан кейін Немanja Максимович екінші соққыны бағыттады. Бірақ қиыстау шықты. 52-ші минутта Бейсебеков қарсыласын керемет әдіспен алдап өтіп ашық тұрған Нұрғалиевке үн қатты. Азаттың айбалаңына еніп барып бағыттаған соққысы қақпа маңдайшасынан кері қайтты. Қысымды өткен алаң иелері шабуылдарын бір сәтке де тоқтатпады. Кабананганың шығарған добына Дмитрий Шамко аяғын тосқанымен доп нысанаға дәл көзделмеді. 78-ші минутта Шамконың өрескел қателігі тараз басын теңесуіне әкеп соқты. Допты тартып алған Патрик Робертс Ли Гриффитске пас шығарды. Соңғысы Нинат Эрич иелігіне тура соққы жасап ойынның нүктесін қойды. Осылайша Астана аренадағы алғашқы кездесу тең есеппен өз мәресіне жетті. Барлық мәселе енді Селтик паркте шешілетін болады. Бүгінге осы құрмет жанкүйерлер, ел чемпионатындағы ұжымдарымыздың ішкі біріншілікте, сондай-ақ Еуро аренадағы ойындарына куә болғыларыңыз келсе, әр апта сайын ұлт футболы бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Сондай-ақ жобаның әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліп, белсенділік танытайық. Келесі кездескенше аман саулықта болыңыздар. Спортпен шұғылданыңыздар.